Сары өрік адам ағзасына несімен пайдалы? Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Бүгінгі кейіпкеріміз сары өрік. Бұл шырынды жеміс әсіресе жаз айларында өте танымал. Жалпы бұл қандай жеміс? Целлюлозаның құрамы қандай? Бұл жемістің пайдасы неде? Жеміс барқыт терісімен жабылған, түсі сары немесе сарғыш, әр түрлілігімен байланысты өзгеруі мүмкін. Целлюлозада әртүрлі түсті болуы мүмкін. Ашық сарыдан сарғыш қызылға дейін түсі өзгеріп отырады. Қоңыр түсті сүйегі бар. Өрік ағашының жемістері аспаздықта, медицинада, фармацевтикада кеңінен қолданылады. Көптеген әйелдер сыртқы түріне күтім жасау үшін пайдаланады. Өріктің жұмсақ етінде элементтер бар. Олар калий, кальций, магний, иод, темір, мырыш, бор, күкірт. Сондай-ақ өріктің құрамында қант та бар. Жемістің калориясы 100 граммда 40 килокалорияны құрайды. Өрік көптеген өзінің қасиеттерімен ерекшеленеді. Бұл жемісті үнемі тұтыну темір тапшылық анемиясынан және де басқа да қан ауруларының алдын алады. Өріктің арқасында жүректің бұлшық етінің жиырылуы қалыпқа келеді. Оның үстіне және де көптеген басқа аурулардың алдын алады. Кардиолог дәрігерлер жүрек ауруы кезінде өрік жеуге кеңес береді. Ауруды қалпына келтіруге, көңіл-күйді жақсартуға және де ағзаның жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Өрік мидың жұмысына өте пайдалы. Жеміс бизнеске жақсы көңіл бөлуге, ақпаратты игеруге, ойларды жүйелеуге, оның үстіне өрік есте сақтау қабілетін жақсартады. Оны ақыл-ой жұмысымен айналысатындар көп тұтынуы ғажап емес. Өрік әсіресе қатты психикалық салдар кезінде, мысалы студенттер сессия кезінде немесе ғалымдар диссертация жазған кезде пайдаланады. Өрік ас қорыту жолына да жақсы әсер етеді. Оның арқасында ас қорыту жақсарады. Бұл жеміс сонымен қатар денеден токсиндерді ыдыратып шығарады. Өнімдерді және де басқа да зиянды заттарды тазартып көмектеседі. Шырынды сары өрік ол тыныштандырғыштың да қызметін атқарады. Яғни көңіл-күйді жақсартады. Стресстен және де депрессиялық жұмыстардан тез әрі оңай шығуға көмектеседі. Өрікті қолдану жүйке жүйесінің бұзылмауына тамаша қорғаныс жүйесі болып саналады. Сонымен қатар сары өрік жүкті әйелдердің әл-ауқатын және де көңіл-күйін жақсартады, иммунитетті жақсартады. Гипертонияға ұшыраған адамдарды да емдеуге көмектеседі және олардың жағдайын жақсартып, қатерлі ісіктің дамуын болдырмайды. Терінің денсаулығы мен сұлулығын сақтауға көмектеседі. Көру өткірлігін сақтайды, арықтауға көмектеседі. Қарсы көрсеткіштерге назар аударыңыздар. Өрікті қант диабетімен, төмен қан қысымымен, асқазан ішек жолдарының жаралары бар адамдарға, әсіресе өрсу кезінде мүлдем жеуге болмайды. Құрметті көрермен, ал сіз сары өрікті жиі тұтынасыз ба? Комментарийға жаза кетіңіз. Дертіңізге шипа болсын. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Сау, саламатта болыңыздар. Аман болыңыз.